Ангина жиі мазалай ма? Ангина жиі мазаласа. Тамақты мына әдістермен шаю, ангинадан жылдам айығудың тиімді жолы. Алма сірке суымен шаю. Күніне бірнеше рет 3-5 минут бойы тамақты 6 алма сірке суымен шайыңыз. Bir ас қасық сірке суын жарты стакан жылы суға араластырыңыз. Соңғы рет ұйықтар алдында шаю ұсынылады. Шүйгіншік пен түймедақ қайнатпасы. Ангинаны тез емдеуге шүйгіншік пен түймедақтан жасалған қайнатпа көмектеседі. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасықтан осы шөптерді салып, тұндырып, тамақты шайыңыз. Прополис тұнбасымен шаю. Спиртті прополис тұнбасымен шайғаннан кейін сауығу дерлік бірден байқалады. Лимон шырыны мен бал қоспасы. Лимон шырыны мен балды тең мөлшерде араластырыңыз. Осы қоспамен тамақты бірнеше минут шайып, содан кейін жұтыңыз. Бұл әдістер ангинадан тез айығуға көмектеседі. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз. Тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.